Нью-Йорк қаласындағы сәнді тұрғын үй кешені The Tower деп аталады, және оның пентхаусы Уолл-стрит миллиардеріне тиесілі. Бір түнде шатырдағы бассейнде шомылғаннан кейін ол таңертең ғимарат менеджері Джошпен онлайн чаттасуды жалғастырады. Таңертең Джош жұмысқа бара жатқанда көшеде бір жағында жүріп жүрген Лайтты кездестіреді. Джош оны елемейді, бұл Лайтты The Towerға қатысты одан әрі ашуландырады. Джош пен Дорм және Лестер Артурды көлігіне дейін шығарып салады. Артур оларды қатты ұнататынын айтып, жақында ашпақшы болған қонақ үйіне жұмысқа алып келуі мүмкін екенін айтады. Бас менеджер Саймон Джошқа Чарли қабылдау бөлімінде жоқ екенін, 3 минут ішінде келуі керектігін ескертеді. Содан кейін Джош Лав Анкордың адвокаттық емтиханға дайындалып жатқанын байқайды да, оны үзіліс кезінде оқуын сұрайды. Бірақ Лав Анкор оқып жатқанын жасырып, бас тартқандай көрінеді. Кенеттен Джош телефонның дірілдегенін естиді. Энрике телефонды діріл режимінде қалдырып кеткен үшін кешірім сұрайды. Саймон Энрикенің жаңа лифт операторы екенін түсіндіреді. Джош оған барлық ережелерді айтады. Чай алмауға болмайды, тұрғындарға 24/7 толық назар аудару керек, сондықтан телефон қолдануға тыйым салынады. Содан кейін Джош кешігіп келген күйеу баласы Чарлиді көреді. Чарли әйелінің жүктілігі 3-ші триместрде екеніне қатты уайымдайды, бірақ жұмыстан шығарылуына алаңдамайды. Ол азиялық тұрғынды гүлдермен таңғалдырып, Қытай тілінде сөйлесіп, өзін дәлелдейді. Кейін Джош Фитцке барып, оны көшуге мәжбүрлеу керектігін еске салады, өйткені банк ертең келеді. Фитц жұмысынан айырылғанын, ешкім көмектеспегенін айтады. Джош банкке лифт жөндеуде деп айтып, уақыт ұзартуды уәде етеді. Ауысым аяқталған соң, Лестер Джошқа бұл оның The Towerдағы соңғы жылы екенін, зейнетке шығатынын хабарлайды. Келесі таңда Джош жұмысқа бара жатқанда, Лайттың көшеде бір әйелмен қатты ұрсып жатқанын көреді. The Towerда Артурдың көлігі әлі тұрғанын байқайды, яғни ол әдеттегі уақытында кетпеген. Қара седан 2 күннен бері қарсы бетте тұр, бірақ айыппұл жоқ. Лестер полицияны 2 рет шақырғанын айтады. Сол сәтте седаннан бірнеше адам шығады. Джош пен Лестер оларды тонаушылар деп ойлайды. Лестер есікті құлыптайды, ал Джош ішке жүгіріп кіріп, барлық есіктерге Car Black жариялайды. Қауіпсіздік камераларын тексереді, бірақ оларды енді көрмейді. Артқы жақта кір жуу фургоны тұр. Бұл таңқаларлық, өйткені олардың жинауы кеше болған. Көмекшісі Артур шарап төгіп алғандықтан фургонды шақыртқанын айтады. Кенеттен бейтаныс адамдар Артурды фургонға итеріп кіргізеді. Джош бұл кепілге алу екенін түсінеді. Күзетшіге 911-ге қоңырау шалуын айтып, фургонның соңынан жүгіреді. Фургон қақпаны бұзып шығады. Джош көшеде фургонды қуады, бірақ кенеттен Эйдж және Клэр оны құлатады. Фургон соғылады, ФБР агенттері қоршап, Эйджді ұстайды. Джош оны қорғап, ол құрбан екенін айтады, бірақ Клэр бұл кепілге алу емес, Артур алаяқтық үшін қашпақ болғанын түсіндіреді. Репортерлер бұқаралық ақпарат құралдарында Артурдың алаяқтық үшін ұсталғанын, активтері мұздатылғанын хабарлайды. Джош барлық қызметкерлерді жинап, Артурдың директорлар кеңесінде болғандықтан олардың зейнетақы қорын басқарғанын, ақша жоғалып кетуі мүмкін екенін айтады. Келесі күні Артур $10 миллион кепілмен босатылады, бірақ үй қамақта болады. Клэр Джошқа пентхаус қабаты енді ФБР-ға тиесілі екенін, жаңа ережелерді түсіндіреді. Пентхауста Клэр таңғалып көлікті көреді. Эйдж бұл аңызға айналған актер Стив Маккуинге тиесілі болған Феррари екенін, 1 миллионға сатып алғанын, қазір 10 миллионнан төмен сатпайтынын айтады. Көлік сатылғаннан кейін бөлшектеліп, пентхауста қайта жиналған. Эйдж Джоштан тамағын әкелуін сұрап, чайве беруге тырысады, бірақ Джош чайве алмайтынын еске салады. Джош үйге қайтқанда Лайттың ұсталып жатқанын көреді. Лайт одан полицияның қатыгездікпен қарағанын телефонға түсіруді сұрайды, бірақ Джоштағы елемейді. Осы кезде Лестер метро станциясында платформа шетінде қара ойлармен тұр. Бірнеше минуттан кейін Джош Чарлиден шұғыл қоңырау алады. Джош ауруханаға асығады. Лестер өз-өзіне қол жұмсауға тырысқанын, бірақ полиция қызметкері соңғы сәтте құтқарғанын біледі. Лестер барлық жинаған ақшасын Эйджге инвестицияға бергенін, енді зейнетке шыға алмайтынын айтады. Джош Эйдж ақшаны қайтарады деп уәде береді. Кейін Джош The Towerға оралып, Фитцті лифтте кездестіреді. Ол ақыры көшірілген, әйелі балаларды алып кетіп ажырасқан. Фитц Уолл-стрит адамы ретінде Эйдждің бизнесі 1 жыл бұрын біткенін түсінгенін айтады. Эйдж Лестердің ақшасын сырт көріністі сақтау үшін алған. Пентхаусқа жеткенде ФБР агенттері өткізбейді, бірақ Чарли олардың Эйдждің қоқысын әкелуге және таңғы асына келгенін айтады.
Джош достық қарым-қатынасын тастап, Эйджді өтірік айтқаны үшін сөгіп, гольф клубын алып, көліктің әйнектерін сындыра бастайды. Кейін Саймон Джошты, Чарли мен Энрикені жұмыстан шығарады. Джош барлық қызметкерлермен қоштасып, Чарлимен сөйлесуге тырысады. Чарли Джош әрқашан оны шығарғысы келгенін ойлайды. Джош растағанда Чарлидің жұмыста нашар екенін, корей әйелге қытайша сөйлегенін мысал етеді. Чарли тыңдамай кетеді. Джош барда Клэрмен кездеседі. Клэр Эйдждің барлық ақпаратын, соның ішінде саяхат кестесін береді. Бірақ ФБР-да бұл ақпараттың бәрі бар. Банк Эйдждің барлық активтерін алады, қызметкерлер ақшасын қайтара алмайды. Клэр Джошты ішуге шақырады. Олар мас болады. Клэр бизнес алаяқтарының әдетте шұғыл ақшаны жасыратынын, Эйдждің шотынан бірнеше ай бұрын $20 миллион алынғанын айтады. Бұл Джошқа идея береді. Келесі күні Джошты Тауэрға қайтады. Күзетші кіргізбейді, бірақ Джош бір нәрсесін ұмытқанын, оның күзетші туралы компроматы бар екенін айтады. Кабинетінен дәптер мен сейф туралы жазбаларын алады. Сейф моделін зерттеу үшін дүкенге барады. Энрике, Чарли және Фитцті үйіне шақырып, арнайы кеңес өткізеді. Эйдж бірнеше жыл бұрын пәтерге сейф орнатқан, кейін барлық қабырғаларды бұзып, тек бір қабырғаны қалдырған. Сондықтан сейф сол қабырғаның артында ФБР таппаған. Джош $20 миллион сол сейфте деп ойлайды және ұрлағысы келеді. Олардың көмегі керек. Фитц пен Энрике келіседі, Чарли күмәнданады. Джош шешім бар дейді. Кейін түрмеде Лайт біреу кепіл төлегенін біледі. Шыққанда Джошты көреді. Джош оны көлікпен апарып, әңгіме бастайды. Лайт ашуланып, неге көмектескенін сұрайды. Джош олардың балабақшада бірге болғанын айтады. Лайт бірден есіне түсіре алмайды, кейін есіне түсіріп, Джоштың ұстамасы барын мазақ етеді. Уақыт өте Джош жоспарын айтады. Сауда орталығында достарымен кездеседі. Лайт бұл 3 кездейсоқ адамның пайдасыз екенін айтады. Джош оларды қорғайды. Лайт оларға 15 минут ішінде бір нәрсе ұрлап келуді тапсырады. Олар әрқайсысы дүкенге кіріп, қызметкерлерді алаңдатып, затты киімдеріне жасырады. Лайт таңғалып келіседі. Ол әмияндарын босатады. Кейін топ ғимараттың шатырында кездеседі. Қар жауады, бірақ Лайт куртка киюге рұқсат бермейді. Ол орлық кезінде жағдай тез өзгеретінін, бейімделу керектігін айтады. Шаш қысқыш беріп, есікті ашуға жаттығу жасатады. Джош қауіпсіздік камераларын, есікшілерді, күзетшілерді айналып өту жолын табу керектігін айтады. Топ мейрамханаға барып, күзетшілер мен полиция қозғалысын зерттейді. Фитц түскі асқа ақша жоқ деп уайымдайды, бірақ Лайт қалтасына тарақан салып, тегін тамақ алады. Енді ақпарат жеткілікті. Джош Лего моделімен жоспарды түсіндіреді. Лайт ақшаны бір апта жасырады, өйткені олды Тауэрмен байланысы жоқ, жалғыз адам. Энрике Лайтқа сенбейді. Лайт ашуланып, мылтық алады. Джош тыныштандырып, жоспарда мылтық жоқ екенін еске салады. Сол кезде Клэр 2 полициямен келіп, Джошты іздейді. Бәрі қорқып, жасырынады. Клэр сот істі келесі аптада тоқтататынын, Эйдж Джоштан Феррари үшін кешірім сұраса, істі жабатынын айтады. Кейін Джош пентхауста Эйджден кешірім сұрайды. Эйдж қабылдап, шахмат ходтары туралы мақтанады. Клэр Джошты көлікпен апарып, көлікті сындырған видеоны заңсыз алғанын көрсетеді. Джош сенбіге кездесуге шақырады, Клэр келіседі. Үйге кіргенде достары ФБР агентімен кездескен үшін сөгеді. Лайт қазіргі заманауи сейфті аша алмайтынын, сарапшы керектігін айтады. Джош мұнарада жұмыс істейтін қызметші, Адессаны шақырады. Оның әкесі құлыпшы болған, сондықтан ол кейбір әдістерді біледі. Олар сейфті көрсетеді, Адесса 15 минутта ашатынын растайды. Лайт қызығады. Адесса оларға әдісті үйретеді. Келесі күні Джош пен Фитц мұнараны бақылайды. Чарли ішке кіріп шығады. Джош оны қарсы алып, сұрақ қояды. Чарли Саймон оған ғимарат менеджері қызметін ұсынғанын, енді достарына көмектеспейтінін, полицияға хабарлайтынын айтады. Клэр пентхаусқа қоңырау шалып, сот мерзімі Thanksgiving'ке ауыстырылғанын, Эйдж айыптауды жалғастыратынын біледі. Ол Джошқа демалыс күндеріне дейін ұсталатынын хабарлайды. Джош қуанады, өйткені бұл оның жоспары болған. Үлкен күнде көшелер парадқа жабық. Лестер қайта жұмысқа шыққан. Клэр мен агенттер Эйджді сотқа апарады. Адесса олар кеткенін хабарлайды. Энрике Чарлидің әйелінің метродағы телефонын ұрлайды. Топ Лайт келмеді деп уайымдайды. Бірақ Джош костюм киген Лайтты мұнараға кіріп бара жатқанын көреді. Лайт Адессаға сейфті ашуды үйреткен, ақшаны өзі ұрлама.
бірақ Джош жоспарды жалғастырады. Чарлидің әйелінің телефонын пайдаланып, Чарлиге бала туылып жатыр деген хабар жібереді. Чарли мұнарадан кетеді. Қауіпсіздік қызметкерлері жалға берілетін журнал тауып, бір тұрғынның суреттерін қарап алаңдайды. Одесса мереке деп торт әкеліп, барлығын Happy Birthday әнін айтуға жинайды. Қызметкерлер шыққанда Джош, Энрике және Фитц ішке кіреді. Лайт банк қызметкері болып, Саймонды Фитцтің ескі пәтеріне кіргізеді. Саймон шкафқа кіргенде Лайт оны құлыптап, радио қосады. Одесса тортқа ұйықтатқыш салып, пентхаусқа барады. ФБР күзетшісі шоколадқа аллергиясы бар деп бас тартады. Одесса оны швабрамен ұрып құлатады. Үшеу машина бөлмесіне жетіп, лифтті өшіреді. Лайт шахта арқылы шығып, жоғары өрмелейді. Джоштың тобы баспалдақпен пентхаусқа жетеді. Одессаның арбасынан қажетті заттарды алып, маска киеді. Камераларды стикермен жауып, қабырғаны соғып, сейфті табады. Сол кезде Лайт мылтықпен келіп, тоқтауды талап етеді. Джош қозғалмайды. Одесса артынан мылтықпен шығып, Лайтты тастатады. Фитц мылтықты алады. Одесса сейфті ашады. Чарли әйелінің хабарына күмәнданып, қауіпсіздік камераларын тексеріп, күзетшінің ұйықтап жатқанын көреді. Сотта Клэр мен Эйдж ешкім жұмыс істемейтінін, жалған құжат жіберілгенін түсінеді. Көшелер жабық болғандықтан қайта алмайды. Пентхауста Одесса сейфті ашады, бірақ іші бос. Лайт қайта мылтықты алуға тырысып, күресте кездейсоқ атып көлікке тиеді. Джош оқ тесігінен қарап, көліктің алтыны екенін байқайды. Фитц есептеп, көлік $45 миллион тұратынын айтады. Джош көлікті ұрлауды ұсынады. Энрике шатырға жүгіріп, кранды түсіреді. Джош пен Лайт терезенің әйнегін алып, көлікті шетіне жылжытады. Кранды бекітіп, Энрике көлікті бірнеше қабат төмен Фитцтің ескі пәтеріне түсіреді. Фитц қорқып, ұстай алмайды. Күзетші оянып, есікті ашуға тырысады. Олар арқанмен түсуге шешеді. Жел көлікті итеріп, Фитцті терезеден шығарып жібереді. Ол арқанға жетпей құлап барады, бірақ Чарли оны ұстап қалады. Джош пен Лайт көлікке кіреді. Чарли мен Фитц ілмекті бекітеді. Энрике кранды босатады, көлік пәтерге кіреді. Чарли Джошты өмірін бұзған үшін сөгеді, бірақ алтын туралы білген соң көмектеседі. Көлікті лифтке сыйғызу қиын. Чарли лифтті пентхаус қабатының астына тоқтатуды ұсынады. Джош көлікте кілт іздеп, Артурдың заңсыз бизнесінің дәптерін табады. Бір тұрғын итіне көмек сұрап шығады. Чарли күшікті алып, әйелді үйіне қайтарады. Клэрдің жүргізушісі балама жол тауып, мұнараға жетеді. Көлік лифттің үстіне шығарылады. Кенет лифт төмен түсе бастайды. Ит секіріп, Джош ұстайды. Ескерту жүйесі қауіпсіздіктің басқарғанын хабарлайды. Лоббиде Артур мен агенттер лифтке кіреді. Лифт жоғары көтеріледі. Клэр иттің үргенін естиді, бірақ мән бермейді. Шахтаның үстінде тор бар, көлік соғылады, бірақ лифт сол жерде тоқтайды. Артур мен Клэр түскенде Джош Лестерге Лайттың ұрланған жүк көлігін әкелуді айтады. Клэр ашылған сейфті көріп, Артур оны хабарламаған үшін шартты түрде болу ережесін бұзғанын айтады. Ол ғимаратты жабуды бұйырады. Камераларда Лестердің көлікті айдап бара жатқанын көріп, қызметкерлер Феррариді ұрлағанын түсінеді. Гараж қақпасы жабық, бірақ Лестер оны бұзып шығады. ФБР қуады. Параттағы адамдар қашады. Лестер жылдам жүріп, бірінші ашып жолға бұрылады, бірақ полиция көліктері жолды жауып тұр. ФБР көлікті ашып, бос екенін көреді. Клэр бұл алаңдату екенін түсінеді. Лестер ештеңе білмейтінін, тек қайта өз-өзіне қол жұмсау үшін көлік ұрлағанын айтады. ФБР әрқайсысын күнделікті жұмыстарымен айналысып жатқанда ұстайды. Клэр Джошты кісендейді. Джош кешкі ас бұрыны шынайы екенін айтады. Полиция көлігінде Артур көлігі қайда екенін сұрап, топты ұзақ жылдар түрмеге қамайтынын қорқытады. Джош қорықпай, дәптері бар екенін айтады. Энрике чай бей алмайтынын еске салады. ФБР штабында Клэр Джошты тергеуге кіргізбекші болғанда, Лав Анкор келіп, адвокаттық емтиханнан өткенін, топтың адвокаты болатынын айтады. Ол дәптерді көрсетіп, топты босатса, дәптерді беретінін ұсынады. Агенттер барлығын босатады, тек Джош бірінші рет қылмыс жасағандықтан 2 жыл алады. Джош келсе, достары құтылады. Бұқаралық ақпарат құралдары жаңа дәлелдер Артурдың кінәлі екенін растайтынын хабарлайды. Топты Тауэрға оралып, көлікті шатырдағы бассейнде жасырғанын айтады. Артур түрмеге қамалады. Чарли жаңа туған нәрестесімен ауруханада. Бірнеше уақыттан кейін Тауэр қызметкерлерінің бәрі көліктің алтын бөлігінен жасалған сыйлық алады. Түрмеде Джош жеңісіне күлімсірейді. Көргеніңіз үшін рахмет.